Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Латын тілінен аударғанда гранатус дәнді дақыл деген мағына білдіреді. Анар жетегінің құрамындағы витаминдер, адам денсаулығына пайдасы, жүкті әйелдерге пайдасын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Анар көп жылдық жеміс ағашы. Жерорта теңізі, орталық Азия, Кавказ, Қырым аймақтарында өсетін ежелгі жеміс болып табылады. Жеміс ағашының бойы 5-6 метрге дейін барады. 80 жылға дейін, кейде одан да көп өмір сүреді. 3-4 жастан кейін жеміс береді. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анардың шырыны мен қабығы медицинада көптеген ауруға қарсы қолданылады. Анар шырыны қаназдыққа қарсы жақсы ем. Оның құрамы қант, танниндерге, С дәруменіне бай. Анар шырынын күнде ішіп жүрсе, жүрек қан тамырының қызметі жақсарады. Сонымен қатар анар шырыны әсіресе әншілер үшін өте пайдалы. Ол дауыстың таза әрі әуенді шығуына көмектеседі. Сондай-ақ анар суы шөлді басып, дене қызуы мен артериялық қысымды түсіреді, тәбетті көтереді. Ендеше осы керемет жемістің пайдалы жақтары мен керемет тұстарын айта кетуді жөн көрдім. Анар адам организмінің құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендер мен минералдарға бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Екінші пайдасы шырынын және жемісінің қабығын медицинада асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен дінінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар, сондай-ақ энтерокалицин ауырғанда анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Анар шырынының тағы бір ерекше қасиеті ол радиацияның әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады, нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектерді ыдыратуының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдыққандардың ферменттерін арттыруына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементтері бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Анар косметика саласында аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды. Теріні қалпына келтіру процесін белсендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Анар ауыз қуысын дәрілейді. Жеміс қабығының жасалған су тұнбасын немесе шырынның ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Анардың ішіндегі сүйектерді жеуге болады, бірақ олар мүмкіндігінше жұмсақ болуы керек. Оның сүйектері ас қорыту жүйесі арқылы өту кезінде токсиндердің шығарылуына ықпал етеді.